Так, ссылкамен кіреміз. Артық суретті табу логика бірінші деңгейінде қолданылады. Артық сурет табу, суретпен белгіленген тізбекті жалғастыру, тізбекті жалғастыру, буынмен санды табу, суретте жазылған санды тап, қамалы толықтыру, бүтін және бөлік, геометриялық конструктор, кодталған смайликтер дейді. Соның ішінде масалықтарын бәрін қайтадан қарап шығамыз қазір. 100% орындалған есептерді қайтадан шығару сенімсіз бе дейді. Так, пока что қаралмағандарын қарайтын. Буын мен санды табу дейді. Мына кішкене шатыстырып. Қазір қараймыз. Суретте жасырылған санды тап дейді, соны қарайық. Алты болса, 3-ке 3-ті қосқанда 6-3 деген сан. Қараш, 3-ке неше? 6 деген сан мына жерде нешеге нешені қосқанда шығады? 3-ке де? 2 ой 2. 2 емес қой, 3. 2 ой 2. 2-ні қосқанда 4 болады. 3-ке 3-ті қосқанда 6 болады, да? 6 болу үшін 3 деген санды таңдаймыз. 2 ой 2. 2-міз бар. Мына жерде, мына қара, 4 болу үшін жер 4. Нараға 4-ке 4-ті қосқанда, міне, жұлдызша мынау екеуі тең болу керек мынарада, иә? Тең болу үшін жер 4 деген сан болады. Мына жерде 4 сонда жұлдызша. Ал 4-ке 4-ті қосқанда 8 болады, иә? Так, мынарада 8 болу үшін 1 деген сан көшіріп болса, 8-ден 1 алған 7 қалады. Мына жерде 1 сан болу керек бәрде, 6 болады да, 2, 2, 2 болады сонда. 2-ні 2-ке қосқан 4, 4-ке 2-ні қосқанда 6 болады. Жаңа айтқан. Мына жерден 1 деген сан шығу үшін 3-ке 1-ді қосамыз. Сонда мына жерде 4 деген сан болады, да? 3 болу үшін мына жерде сол санның өзі болады, тең болу үшін. 5 деген сан шығу үшін 5-тен 3-ті аламыз мына жерде, сонда 2 деген сан шығады. Мына жерде 2 деген сан шығу үшін 6-дан 2-ні аламыз, сонда мына жерде 4 деген сан шығады. Мынау теңдеу болып саналады ғой сонда. Так. 87% дейді. Қайтадан септесіп. Өйдеймін.